Сәлем достары, мешіттері тек ата-бабалары қалдырған таңғажайып сәулет ерекшеліктері ғана емес, олар мұсылман әлемінде маңызды діни рөл атқарады. Бұл видеода біз әлемдегі ең үлкен 4 мешіт туралы айтатын боламыз. Меккеде орналасқан бұл мешіт әлемдегі ең үлкен мешіттердің көшін бастап тұр. Мешіттің басты ерекшелігі әлемдегі ең алғашқы ғибадат орны Қағбаның осында орналасқаны. Аңыз бойынша Қағба құрылысын аспан періштелері салғанмыз. Бұл әлемдегі барша мұсылмандардың арманы болғаны, құтты мекені. Қазіргі таңда бір сәтте 1 миллионға жуық адам қабылдай алады. Егер ғибадатханаға іргелес жатқан аумақтарды ескеретін болсақ, 2 миллионнан асады. Діни комплектісінің аумағы 357 мың шаршы шақырым, бірақ Мекке күн сайын үнемі кеңейіп келеді. Мединадағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мешіті Масжид әл-Набауи Мединада орналасқан. Бұл мешіт әлемдегі екінші үлкен мешіт. Ғибадатхананың құрылысы 622 жылы басталғанды. Мешіт құрылысына соңғы пайғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өзі қатысқанды. Пайғамбар жерленген орны осы кешенінің ішінде және шыны қабырғалармен қоршалғаны. Жерлеу орнының үстінде жасыл күмбез тұры. Қазіргі таңдағы мешіттің жер аумағы алғашқы ғимараттардың көлемімен 100 есе көп. Шындығында қазір мешіт бүкіл ескі қаланың аумағын қамтиды. Пәкістан астанасы Исламбадта орналасқан пайдалы мешіті әлемдегі ең ірі мешіттердің бірі. Ғимаратхананың құрылысын Сауд Арабиясы үкіметі демеушілік жасады. Мешіт көркем жерде орналасқан. Бір қызығы оның дизайны мұсылман ғибадатханалардың дәстүрлі архитектурасынан өзгеше. Ғимараттың формасы көбінесе көшпенділердің шатырына ұқсайды. Мешіт құрылысы кезінде оның дизайны үлкен назарлық туғызды. Құрылыс аяқталғаннан кейін сыншылар өздерінің қателескенін мойындайды. Фейсал мешіті 300 мыңға жуық адамды қабылдай алады. Абу-Дабидегі Шейх Заид мешіті. Шейх Заид мешіті өзінің көлемімен ғана емес, сонымен бірге таңғажайып сұлулығымен де танымал. Бұл біріккен араб әмірліктерінің астанасы. Абу-Даби қаласында басты сәулеттік құрылысының бірі. Мешіт өзінің ішкі безендірілуімен таң қалдырады. Ғимараттарды безендіру үшін түрлі түсті мәрмәр мен жылтырайтын бағалы тастарды қолданылды. Сонымен қатар әлемдегі ең үлкен және ең сәнді аспалы шам осында бар. Мешіттің ауданы 22 мың шаршы метрді құрайды. Сонымен бірге онда 40 мыңға жуық адам намаз оқи алады. Достары, сіздерге бұл видео пайдалы әрі қызықты болса, онда лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер. Ал сіздер біздің видеомызды үзбей көретін болсаңыздар, қызыл батырма мен қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал сіздермен бірге болған бұл қызықты мәліметтер арнасы сау болыңыздар.